Мен киелі кітаптың ақиқат екендігін көру мақсатында оған сенуге бола ма, ол шынымен рас па деген сұрақтарды зерттеуге таландым. Ақыр соңында мен киелі кітап бірегей деген тұжырымға тоқтадым. Сіз бірегейлік дегенде не айтқыңыз келеді деуіңіз мүмкін. Мен бірегейлік дегенге басқалардан өзгеше, ұқсасы мен теңдесі жоқ деген анықтама берер едім. Киелі кітап шын мәнінде басқа да кез келген замандық кітаптардан өзгеше және оған ұқсас немесе тең ешқандай кітап жоқ. Оның бірегейлігі неде? Бірінші, ол өзінің үздіксіздігімен, жазылу барысындағы кезектілігімен бірегей. Оның қалай жинақталғандығында. Сіздің алдыңыздағы кітап 1500 жыл бойында 40 авторлармен жазылған. Ол түрлі кәсіп иелерімен жазылған: патшалар, балықшылар, шаруашылар, ақындар, философтар және мемлекеттік қызметкерлермен. Ол тек қана түрлі кәсіп иелерімен жазылып қойған жоқ, сонымен қатар ол түрлі жерлерде жазылған. Кейбіреулер оны жабайы мекендерде жазған, басқалары абақтыда отырып, кейбіреулері сарайда, басқалары майданға қатысу барысында жазған. Киелі кітаптың 3 түрлі құрлықта жазылғанын Африка, Азия және Еуропа елестете аласыздар ма? Оның 3 құрлықта жазылған аздай, оның 3 тілдерде жазылғанын тек елестетіп көріңіздер. Иврит, арамей және грек тілдерінде. Көне келісім толығымен дерлік иврит тілінде жазылған. Тек аз бөлігі Даниял кітабы іспетті арамей тілінде жазылған. Сіз неліктен дерсіз? Өйткені арамей тілі сол заманның этносаралық қарым-қатынас тілі болып есептелді. Басқаша айтқанда, бұл халықтың тілі болды. Сондықтан Құдай пұтқа табынушы басқа ұлт өкілдеріне арнаған хабары болса, ол солардың тілін қолданды. Одан кейін жаңа келісім грек тілінде жазылды. Алайда тек 3 құрлықта, 3 тілде жазылып қана қоймай, сонымен қатар ол түрлі эмоциялық жағдайда жазылды. Кейбіреулері қуанышының молдығынан жазды, ал басқалары болса терең қасірет шеге отырып жазды. Осының барлығы сіздің қандай нәрсе жазып отырғаныңызға әсер етеді. Кейбіреулері соғыс уақытында, басқалары тыныштық уақытында жазды. Және олар жүздеген тайталас тудыратын сұрақтар жайында жазды. Жаратылыстың басталуынан бастап аяңға дейін кезектілік пен үздіксіздік бір ғана оқиғаға қатысты бар. Құдайдың Мәсіх арқылы адамзатты құтқару жолы. Басынан бастап аяғына дейін кезектілікпен және үздіксіз, түрлі қарама-қайшылықсыз, оның қаншалықты бірегей екендігін білесіз бе? Осыны түсіне алуымыз үшін келесі үзіндіде мен киелі кітаптың бірегейлігін көне заманның басқа әдебиетімен салыстырғым келеді.